премиясы шарасына баршаңызға қош келдіңіздер. Атырау облысы ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен бүгінгі 5 желтоқсан күні халықаралық волонтер күніне орай бізде бүгін осы 15 номинация ретінде марапаттау шарасы өтейін деп жатыр. 15 номинация тағайындалды. 15 номинацияның комиссия арқылы шешілді. Олар өздерінің нақты атқарған жұмыстарын бәрін тапсырып, соның ішіне бәрі жақсыларын таңдады. Еліміз үшін еңбек ететін, абыройлы қызмет ететін волонтерларымыздың саны көбейе берсін. Біздің саламыз білім саласы. Бізде саналы ұрпақ деген Атырау қоғамдық қорының негізгі проектісі бар. Бұл проект енді көмекті қажет ететін отбасыларға деп айтайықшы, негізі әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға деп айтамыз ғой жалпы. Сол отбасылардың балаларына арналған білім проектісі, яғни 10-11 сынып оқушыларға арналған. Оларды біздер ұбт-ға дайындап, ұбт-дан жоғары балл алып университеттерге грантқа түсіп кетуіне көмек көрсетеміз. 4 жылда біздер 113 шәкіртті шығарып, 90% грант иегері атанған болатын.